Ассалаумағалейкум, Маржан Кеңес каналының көрермендері, отбасыларыңыз, бала-шағаларыңыз, ауыл аймақ, мал жан аман есен ба? Мына көрермендерден кеп түскен сұрақтарға енді бұл каналда біраз мәлімет бар, қой туралы мәліметтер салғам. Енді біреуін көреді, біреуін көрмейді. Бір-екі көрермендер звондап, қойлар базардан әкелгеннен мұрындары ағып тұр, қалай тазалаймыз дейді. Бір врачтарға звондасам, ветаптекеге барып, ветврачтардан сұраса, сол аптекедағылардан сұрасаң береді деп айтады дейді. Енді оларда сатудың амалы түрлі дәрілерді береді. Ол эффекті бола ма, болмай ма, бір Құдай біледі. Олардың да міндеті сату. Сондықтан мына сіздерге ең оңай жолын үйретейін. Міне, әрқайсымыздың үйімізде мынандай 5-6 не бар, пияз бар. Базарға барсаңыздар, пияз толып тұр. Қазір мынандай майда пияздар алып айтқандай қымбатта болмайды. Осыдан бір 5-6 килосын әкелсеңіздер, сіздерге қымбат болмайды. Сонымен мынау қанша 1 килоның жобасында кебекті саламыз, бүйтіп ішіне саламыз. Енді мынандай бір аппарат істеп алыңыздар. Мынау кафель кесетін пчелка. Соның несі арас. Осыны екіге бөліп, осыны істеп алғам. Менден ана қабықтан шыққанда майдалап отырмайым да, салып пластмасса ыдысқа істесеңіздер, пластмасса ыдыстар нешеуін сындырып тастадым. Мына ең дауасы мынау не екен? Темір бір ыдыс алсаңыздар, майдалап тастаймыз. Пышақпен бүксеңіздер де болады. Енді оңай жол. Менде мынау көршілерден қабықтар келеді. Түрлі қабықтар келеді. Көкөністердің қабықтары. Соларды енді қазіргі уақытта уақыт жоқ. Майдалап болдық. Бұл неге мынау кебекті не үшін салдым, пиязды былай берерсек болады ғой деген сұрақтар туғызады. Енді мына каналды 3-4 жылдан бері жүргізіп жатқаннан кейін әйтеуір елдің аузына елек тұтып болмайды дейді. Ана ойламаған жерден бір сұрақтар келеді, басқа қалады. Кейбір кезде осы мәліметті бергіңде келмей кетеді. Болмайтын бір сұрақтар, бір нәрселер. Ана білгіштер көп. Білгіштер әйтеуір білгенді бір аузына келгенді құсады дейді. Бұл анау білетіндерге емес, білмейтін. Енді мал бағайыншы бір отбасыма бір пайда келтірейінші деп жүрген көрермендерге. Мынау өзіні істесеңіздер болады. Өзін істесе болады. Мынау сулары шелекте қап кетірген. Еще бұл аппетит ашқанға да сіңгірткенге да өте керемет. Мен мынау Құдайдан жасырмаған пендесінен не қылам жасырып. Осыларға 1 грамм дәріді, антибиотикті ұрылмаған. Тек табиғи жолмен. Видеоларды көріп тұрсаңыздар, барлығы табиғи жолмен. Семіртір логический әдістер. Оны антибиотик салып демде семірткеннен, о 3 ай 4 айда итакта семіреді. Оны антибиотик салып семіртіп, оны кейбір кезде өзіміз сойғымыз кеп қалады. Ет жегіміз келгенде өзіміз жейміз. Жоқ болмаса базарға апарып сатқан кезде де ұялмайтындай. Біреуге сатсам да ұялмайтындай болатын дейді ма, ұялмайтындай болам. Антибиотик беріп, көпсітіп, не қанша. Қазір жемдерін салам. Кейін сонымен ана пияз сап береміз, көресіздер. Сүзіп тұрып, закускасымен жейді. Қазір басталады. Жүстіген кезінде ана миындағы құртын шығар жеді ол. Үшкіртіп. 2-3 күн үшті беріңіздер. 2-3 күн беріңіздер. Өзі мұрын боғы тап-таза болып қалады. Мұрындар тап-таза болып
Әр аппетиті ашылады жаңадан келген қойлардың. Ана түрлі антибиотиктер салып отырмайсыздар. Оны ұстап үстілеріңіз боқ болып. Оны ұстап укол қылып, уколдың антибиотиктердің өзі пәленбаймынға аласыздар, әкелесіздер бір істегеннен кейін. Мен өзім тәжірибемнен өткізген талайдан бері қой бағып жүрем. Бір істеймін, екіншісіне естен де шығып кетеді, баса қалады. Қарасаң срок ашылып кетеді. Срок өтіп кеткен болады. Ашылғаннан кейін 10 күннің ішінде оны құрт жіберу керек болады. Оны құртамай қаламыз. Мен өзім талай жерде көрдім укол әкеп, укол салғандар. Одан көрі ең дауасы міне аппетитін ашқанға да, ішек құртын түсетінге де бәрі табиғи жолмен осындай уколсыз. Үсті мен өзім тәжірибем осындай. Мына қотыр кеше бір жерде бір видеода көріп қалдым. Қотырды ыстық жерде ыстағаннан қотыр шығады. Сол қотырды кеткізу үшін отработка май дейді, кен уксус дейді, алтын көкірек дейді. Ол анаған бір айтқым келді, звондап, братан, ағай, мына уксусты бірінші өзіңе жағып көрші, көрінбейтін жеріңе. Қалай болатынын. Ол кілеш қой, әшейін бір кілеш. Майда бір лупамен қарағанда кілеш. Майда құрт сияқты. О, әшейін мынау алтын көкірекпен майдың өзімен ақ түсіп қалады. Уксус құюдың қажеті жоқ. Уксус құйғаннан кейін күйдір жүреді ғой. Ертең бір қолым босағанда қалай дайындалу, сол қотырға майды бір жерге қойып қойсаңыздар, сол қотырға майды жаға бересіздер. Онда бір дайындап көрсетемін. Міне, сімгірткеннің ең дауасы осы болады. Түшкіріп өз шығар жібереді мұрынбоқтарын.